жерде бір қатар бейінді мамандар бар. Атап айтатын болсам, кардиолог, стоматолог, хирург, одан кейін УЗИ, лабораториялық зерттеулер. Сол зерттеулерден халқымыз бұрынғыдай жаңа орталыққа ағылмай, кезек күтпей, осы жерге келіп, жаңағы өз көмектерін дер кезінде сапалы алып жатыр. Мынау жаңа больница сағалы бері әзір жақсы болды. Бұрын постоянно Сарыағашқа барып тұрушы. Сарыағашқа барып, ана очередь алып тұрасың. Айқай, шу. Әзір жақсы, өзімізде таңертең келесің, ана жерден регистрация қыласың, врачқа көрінесің. Дәрі-дәрмекті уақытысында береді. Медсестрамыз анау кім? Оған да рахмет. Дәрі келді, келіп алып кетіңде өздері қайта қалды. Аллаға шүкір, егер біз бұның барлығы төлей беретін шамам жетпейтін еді, Қазақстанға рахмет. Медицинасына бөлген қаражаты бар, халыққа қызметіне алғысым мол. Бүгін қарап жатқан мәселеміз реабилитация мәселесі. Жалпы міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің аясында реабилитация мәселесі еселеп асып қаржыландыру көбейіп отыр. Соның ішінде ауыл медицинасына. Егер өткен жылы бұл бағытта қаржыландыру жалпы мынау комплексный тариф ішіне кіріп қаржыландыратын болса, қолжетімділігі төмендеу болатын болса, осы жылдан бастап оған арнайы қаржы бөлінеді.